Бәріне сәлем, бүгін мен сіздерге Тролльдер мультфильмінің қысқаша мазмұнын айтып беремін. Бақытты орманда, ең бақытты ағашта, әлемдегі ең бақытты тіршілік иелері тролльдер өмір сүреді. Бәрінен де олар ән айтуды, би билеуді және құшақтасуды ұнатады. Бірақ бір күні оларды өте бақытсыз бергендер тауып алады. Көңілді тролльдерді көрген бергендіктер дәл солай болғысы келеді. Бергендер тролльдерді жей бастайды. Бұл олардың көңіл күйін көтеріп бақыт қылады. Жыл сайын олар тролль ағашының басына жиналып тойлататын. Бергендер бұл мерекені тролльден деп атады. Міне, келесі тролль күні келеді. Жас ханзада Хрящ тролльдерді алғаш рет сынауы керек еді. Бірақ барлық тролльдер ағаштан қашып кеткен екен. Қызғылт патша барлық қол астындағыларды құтқарып қалады. Бергендердің ашулы патшасы аспазшыны тролльдерді қараусыз қалған деп айыптап, берген тауынан қуып жібереді. Аспаз тролльдерді табуға ант береді. Содан бері 20 жыл өтті. Қызғылт патшаның қызы Розочка есейіп кетті. Енді ол кішкентай тролльдерге әкесінің ерлігі туралы айтып береді. Барлық тролльдер көңілді және шулы ән айтады. Бірақ олардың бірі Цветан, бір күні бергендер оларды міндетті түрде табатына сенімді. Өйткені тролльдер тым шулы және өздеріне назар аударуда. Басқа тролльдердің бәрі оны байсалды қабылдамайды. Олар бергендерден азат етілгеніне 20 жылдығын тойлау үшін үлкен той жасайды. Мерекенің ортасында оларды осы жылдар бойы тролльдерді табуға тырысқан аспаз байқайды. Ол көптеген тролльдерді басып алады. Қызғылт патша барлығына заттарын жинап, жаңа үй іздеуге шақырады. Дегенмен Розочка бәрін құтқарғысы келеді. Цветанның бункеріне барып, достарын құтқару үшін Берген тауына бірге баруын сұрайды. Цветан оған көмектескісі келмейді және ол бергендерінің келуіне дайындалу керек деп айтқан. Ол өз бункерінде 10 жылға өзіне жететін заттарды дайындап қойған. Розочка қалған тролльдердің барлығын Цветанның бункеріне әкелді, ал ол Берген тауына кетті. Цветан Розочканы жалғыз жеңе алмайды деп шешіп, Розочканы дер кезінде жетіп, ол оны өрмекшелерден құтқарады. Цветан мен Розочка Берген тауына 20 жыл бұрын тролльдер қашып кеткен туннель арқылы кіруді шешеді. Осы кезде аспаз Хрящқа келеді. Ол осы уақытқа дейін патша болып үлгерген. Тролльдерді пайдаланып, ол Берген тауындағы билікті басып алуға тырысады. Аспаз патшаның қызметшісі Тихоняны өз бақылауына алады. Аспазшы оған қатыгездікпен қарайды. Ол патшаға ручеек атты тролльді тамақтандырады, ал қалғандарын Тихоняға алып кетуді бұйырады. Розочка мен Цветан тролльдермен торды алып бара жатқан, оның соңына еріп, Тихоняны Хрящ патшаға жасырын ғашық екенін біледі. Тролльдерді тордан құтқарып, ол Тихоняны кездестіреді. Алайда Розочка Тихонямен келісім жасауды шешеді. Розочка ручеек әлі тірі екеніне сенеді және оны құтқарғысы келеді. Розочка Тихоняға айтады: "Сен бізге көмектессең, біз саған патшамен кездесуге көмектесеміз" деп ұсынады. Тролльдер Тихоняға сұлулық жасауды шешеді, ол келіседі. Барлық тролльдер қуанышпен ән айта бастайды. Бірақ содан кейін Тихоня Цветанның ән салмайтынын байқайды. Ол ән айтпайды, өйткені ол бұл жаман идея деп санайды және истерикаға түседі. Цветан Розочкаға неге ән айтпайтынын айтады, өйткені бір күні оның ән айтуынан әжесі қайтыс болады. Цветан ән салып, Бергеннің қалай жақындағанын байқамай қалады. Әжесі оны құтқаруға асығып Бергеннің қолына түсті. Оның әңгімесін білгеннен кейін бәрі Цветанның көңілін көтеруге тырысады. Нәтижесінде тролльдер Тихоняға жаңа көйлек тігіп, өз шаштарынан оған жаңа шаш үлгісін жасап, олар сөйтіп тығылып қалады. Тихоня патшаның назарын аударып үлгереді және ол оны кездесуге шақырады. Сол жерде Тихоня патшаның әлі ручеекті жемегенін тек жалап тролльденге қалдырғанын біледі. Патша оны медальонда сақтайтынын айтады.
Кездесудің соңында аспаз кенеттен пайда болып Тихоняны әшкерелей жаздады, бірақ ол қашып кетеді. Патша аспазға бұл оның жаңа қызы екенін айтады. Ол мерекеде оның жанында отырады деп айтады. Тролльдер мен Тихоня оның бөлмесіне оралады. Ол келесі күні де тролльдерді оған көмектесуді сұрайды. Алайда Цветан тролльдерді Бергентаун қаласында болғанын қаламайды. Тролльдер ручеекті құтқаруға жіберіледі. Тролльдер медальонды ұрлайды. Медальонды ашып қараса, ішінде ручеек жоқ. Олардың барлығы аспаздың тұзағына түседі. Ручеек қорқып бәрін сатып жібергені белгілі болды. Розочканың сиыр қоңырауын алып, ручеек бункерге барады және қалған тролльдерді бункерден алдап шығарады. Содан кейін олардың барлығын бергендер ұстайды. Барлық тролльдер бір қазанға түскенде Розочка бәрін кемпірқосақ түсінде көру ақымақтық екенін түсінеді. Ол және одан кейінгі барлық тролльдер түстерін жоғалтып, сұр түске боялады. Цветан барлығының үмітін қайтаруға өлең айтып, тролльдердің түсін қайтара алады. Кенеттен қазанның қақпағы аздап ашылады. Оларды құтқаруға шешім қабылдаған Тихоня болды. Тихоня Розочкаға бақытты болудың не екенін көрсеткені үшін риза. Тролльдер туннель арқылы қашып кетеді, бірақ соңғы сәтте Розочка оралып, Тихоняға және барлық басқа бергендерге бақыт табуға көмектесуді шешеді. Тролльдер бергендерінің көңіл күйін көтеріп, онды Бергентауынан бояйды. Мультфильм қысқа нұсқа болғанымен көп нәрсе айтылмады. Сол үшін толық нұсқасын көруді қалаймын, себебі қызықты сәттер мен тамаша әндер көп. Видео ұнаса лайк басуды және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Нет, стой!